атым Алиақпар, мен 5 жастамын. Сәлеметсің бе, Алиақпар? Жақсы, өте тамаша, танысқанбыз. Енді Алиақпар, біздің столымыздың үстінде қандай заттар тұр? Кока-кола, су. Дұрыс айтасың. Кока-кола және су. Бұлар газдалған су екен, е? Алиақпар, екеміз осы газдалған сусындардың адам ағзасына қандай зияны бар екенін қазір екеміз зерттеп көрейік, е? Келісесің ба? Жарайды. Олай болса бізге кока-кола керек және газдалған сусын керек. Және екемізге 2 шар керек. Бұл шарды кока-коланың аузын ашып, шарды аузына саламыз, е? Сонда қандай өзгеріс пайда болатынын біз екеміз көреміз. Олай болса кока-коланы саған ашып беріп көмектесейін. Шарды қара, былай салайық. Мінекей. Енді мынағанда келесі суға газдалған сусынға да шарды саламыз. Енді жайлап шайқап көрейік пе? Жаймен шайқаймыз. Мінекей тамаша. Тағы да шайқаймыз. Мінекей көрдің ба, Алиақпар? Екеуінің де ішінде газ бар екен. Енді бұны біз осы газдалған сусындарды ішуге болмайды. Түсініп ма? Жарайды. Енді бұл бірінші зерттеуіміз. Енді екіншімізге мынау не? Фанта. Фанта. Түсі қандай? Түсі сары. Сары. Жақсы. Екінші мынау. Бұл да газдалған. Газдалған сусын. Сусын. Жақсы. Екеуі де газдалған сусын. Бізге керегі фанта және газдалған су. 2 ыдысымызға осы фантаны ашып құямыз. Екіншісіне мына суды құямыз. Ашамыз. Көмектесейін саған, е? Көп ішіді ме? Көп ішіді. Ішінде көбіктері бар екен. Газдалған сусынды да мына құямыз. Бізге керегі енді ас содасын алып, сен де қасықпен ала қой. Ас содасын аламыз да, сен фантаға сал. Көбірек сала қой. Не байқадың? Араластыр. Үлкен болады. Көпіршіктері не болды? Көбейіп кетті. Ішінде газының бәрі бетіне шықты, е? Ал, олай болса, бізде қара, бұл кеуде көпіршіктері көп болды, е? Ион сутектері бар екен. Бұл адам ағзасына өте зиян екен, е? Бізге өте зиян екен. Осындай, Алиақпар, бізге осындай сусындардың ішінде бояғыштар бар. Бояғыш қоспалар қосады екен. Газдалған сусындардың барлығына. Бізге ол зиян. Қосып көрейікші. Ішіндегі соданы көрші. Боялған ба? Жоқ, боялмаған. Ақ түсі қандай? Ақ. Менікінде түсі ақ судағы, е? Бірақ бұның ішінде бояғыш қоспалар бар. Біз бұны ішіп қойсақ, ішегіміздің бәріне бұның бояғыштары ішімізге зиян болып барады, шектерімізде қалып қояды. Газдалған сусындар өте зиян. Бұның ішінде не бар екен? Бояғыш қоспалар бар екен. Жақсы, Алиақпар. Келесі, үшінші зерттеуімізді көрейік енді. Үшінші мынаны қарап қояйық та. Бағана есіңде ме, Алиақпар? Екеміз жұмыртқамен болсын, жұмыртқаны алдық, біз колаға құйдық, және жай суға құйдық, жай суға құйдық. Ал енді қасығымызбен аламыз да, сен коладағы судағы жұмыртқаны ала қой, ал мен жай судағы жұмыртқаны алып көрейін. Менің ақ суымдағы, жай судағы жұмыртқаның түсі қандай? Ақ екен, е? Ал сенің колаға құйған жұмыртқаның түсі қандай? Оранжевый, қоңыр қарайды, е? Себебі коладағы бояғыштардың барлығы жұмыртқаға қабығына әбден сіңді. Қорытындылай келе, мына коладағы жұмыртқаны қарашы, қарайды ғой, е? Бізге бұл кола ішу өте зиян. Себебі тісіміздің барлығын не істейді екен? Сарғайтып, осылай қарайтады екен, е? Енді біз коланы ішуге бола ма? Жоқ. Болмайды, е? Газдалған сусындардың барлығын ішпейміз, е? Балаларға не деп айтасың сен енді? Балалар. Я. Неліктен ішуге болмайды екен? Өйткені бұл. Бұндағы қарай. Өйткені біздің не болады? Біздің ішімізде газдалған сусын ішуге болмайды. Біздің ішіміз жайсызданып, не болады? Ауырады. Және мына бояғыштары не болады? Бояғыштары ішегімізде қалып қояды екен. Және коланы көп ішсек, тісіміз сарғайып, қап-қара болады екен. Дұрыс, балаларға сен осылай айтасың, жарай ма? Ал саған ұнады ма осы зерттеуіміз? Иә. Ал сау болыңдар балалар. Сау болыңдар балалар. Енді бұны газдалған сусынды көп ішуге болмайды. Жақсы, өте тамаша.